Бөтен. Әңгіменің авторы Бақтыгүл Ауданова. Нәзігүл, әй Нәзігүл, саңырау болып қалған ба немене осы қомалып үйден шықпайды? Нәзігүл! Темірге жетпеген ашуын әйелінен алардай қабдеш өршелене айғайлады. Үй жақ тым-тырыс. Мұның дауысына шулап ойнап жатқан балалары ғана қайырылып қарады. Шақыр шешелеріңді, өліп қалған ба? Жүгіре үйге кірген қызының арғы жағынан әйелі көрінді. Халатының етегі желп-желп етіп сүріне қабына жетті. Немене, естімейсің бе? Көтер мұнаны. Ойбай-ау, қалай көтеремін, ауыр ғой. Өлмейсің. Әйелінің тыраштана ышқынғаны бетер жынын қоздырды. Көршілер шақырсайшы, еркектер көтермесе мен. Былшылдамай көтер. Өзі бір күн демалыста да осы үйде тыным жоқ. Бір жұмыс дайын тұрады деп іштей кіжінген қабдеш үсті басын қағып үйге кіріп жатқаны сол әйелінің тағы жетіп келгені. Кішкене демалып болған соң ағаштардың төбесін қиып шықсаң дұрыс болар еді. Әйтпесе бойға кетіп ішеміз бермей қояды. Сен не бітіресің үйде? Мен саған қол баламын ба? Үндемесем жұмсап құтырайын депсің. Қолымнан келсе жалынбас ем ғой. Алдында кібіртіктеген әйелі бөлмеден шығып кетуге ыңғайланды. Осы әйел деген айтқанын істесең төбеңе шығады. Ананы істе, мынаны істе деп жұмсауын қара мұның. Қабдеш көпке дейін кіжініп жатты. Сол күні кешкі аста көңілсіз ішілді. Әке шешесінің көңіл күйі болмаса, бала қайдан жадырай қойсын. Қабдештің қабағынан балалары да ығады. Оны білетін Қабдеш жоқ. Балаларының тымпиып отқанын ежелден Нәзігүлден көреді. Балаларға да мені жаманаттығып біткен осы қатын деген ой санасына келуі сол-ақ екен. Алдындағы табақты ысырып тастап сыртқа беттеді. Қайта кіргенде Нәзігүл теріс қарап пысылдап ыдыс жуып тұр екен. Желкесіне бір қойса ғой. Қабдеш ызалы жұдырығын түйді. Бұның келгенін сезген әйелі көзінің шарасын білегімен сүртті. Неменеге пысылдап тұрсың? Тағы үнсіз. Жұрттың қатынына ұқсап бажылдаса ғой. Дегенде мә деп сөз қайтарса ғой. Бір-екі жұдырықтап айызын қандырып алатын. Бұл үндемей күйдіреді ғой зымиян. Сөйтіп тағы Қабдешті үндемесе де ұрады дегізіп елге жаманатты қылады. Қабдештің кәлләсін шыр айналдырған алуан ой оны төсекке сүйреді. Төсегі салынып қойыпты. Бұл да қу. Ашулансам, әр нәрседен ілігіздеп тиісетінімді біліп, қарашы бәрін дайындап қойғанын. Қабдеш шынында да тиісуге қара таппады. Шаруасын бітіріп жанына кеп жайғасқан әйелін ұйқысырап жатқандай аяғынан бір тепті. Білегінен шымшып, желкесінен қысты. Әйелінде үн жоқ. Балалар сәл ес білген соң бұрынғыдай сабайды алмайды екенсің. Жас күні болса, басқаша болар еді-ау. Сонда да осы Нәзігүл жұрттың қатынына ұқсап айқайлап үй айналып қашқан емес, үнсіз жылап көзінің жасын көлдетіп қана қоятын. Мұны Қабдеш өзінің мықтылығына балайтын. Әйелдің үнін шығармай ұстау әр еркектің қолынан келе бермейді деп ойлайтын. Өзі де талай құрдасының әйелі кеткенде татуластыру үшін екі ортада елшілікте жүрді. Сабап алып, жалынып кешірім сұрайтын құрдастарына іштей талай күлгенде. Құдай оңдап өз басына ондай күн тумапты. Әйелі айқайламақ түгілі қарсы ауыз сөз айтпайды. Өзін сыйлату деген міне осы, мықтылық деген міне осы, еркектің құдіреті деген міне осы. Бұл мықтылық қана емес, ақылдылық, ақылмен басқару. Әйтпесе әйел дегенде ақыл болушы ма еді? Әйелде ақыл болса, дана бабаларымыз әйелдің шашы ұзын, ақылы қысқа деп айтпас еді ғой. Осы ойлар санасынан кешіп жатып ұйықтап кетіпті. Жұмысыңа бармайсың ба? Нәзігүлдің түртпектегенінен оянды. Ашуының тарқамағанын білдіргісі келгендей, көрпені сілкіп тастап сыртқа беттеді. Үлкені бұзау сүйреп жүр екен. Әлде бұзау оны сүйреп жүрме? Ойбой, ана бұзау ана балаға әл бермей жатыр. Әл бермесе барсаң неғып тұрсың? Дүрсе қоя берді. Нәзігүл қабына жүгірді. Жөндеп байламайсыңдар ма? Істеріңнің бәрі шала. Бір бұзауға ие бола алмай айғайлады. Оны естіп жатқан ешкім жоқ. Нәзігүл мен ұлы тыртық бұзауды тартып тарбаңдап әуре. Таңертеңнен тағы ашуландырғанына ызаланып кетуге асықты. Шай ішпейсің бе?
Тіпті үндемей кетуге мүмкіндік бермеген әйелінің дауысы ызасын келтірді. Өзі тұрмақ, сөйлеген сөзі де ұнамай қалған. «Өзің іш», деді, тісінің арасымен сызданып. «Ішпеймін, сенің шайыңды ішкім де келмейді. Өзің іш те омалып отыра бер», былжырап, кемпір ұқсап. Әйелінің иығынан ұстап сілкіп-сілкіп қалды. Нәзігүлдің жанарына тағы жас үйіріліп шыға келді. Одан да сөз шықса ғой мына мылқау денеден. «Үндемей құтыласың, әйтеуір. Менің сөзім бір тиын ба саған? Неменеге жылайсың? Мен саған бірдеңе дедім ба, айтсай? Не? Көз жасыңмен қорқытпа мені, естедің бе? Сенің өзің де, көз жасың да мен үшін 50 тиын». Бар ашуын қақпадан алғанда есікті тарс еткізіп жапты. Қақпаның дауысы әлден уақытқа дейін ауада дыңылдап тұрды. Темірден де дауыс шығады. Ал одан жол бойы Қабдеш әйелінің дауыс көтеріп жауап бермейтіні үшін алдымен ызаланды. Әдейі ерегісіп үндемейтінге балады. Кейіннен сабасына түсіп тәубе етті. Осы әдетіне шығар үй болып отырғандары, әйтпесе не ажырасып кетер еді, не мына мінезімен Нәзігүлді әлде қашан өлтіріп қойған болар еді. Мінезсіз еркек бе тәйірі, өзінің осы мінезіне өзі риза. Құрдастарын көріп жүр ғой, қатынынан аса алмай отқан. Жұмысына демалып емес, жау шауып қайтқандай шалдығып келді. «Өй, шаршаусың ғой», деп қарсы алды әріптес ағасы. Сол үйдің тірлігі шаршатып. Өз шаңырағыңа сіңірген еңбек адамға рахат сыйлау керек қой. Менде сол бір күн демалыста бау-бақшаны күзеп, шарбақты түзеп, біздің үйдегі жеңгеңде бір тынбай қалған адам ғой. Өзі де отырмайды, өзгеге де тыныштық бермейді. Содан жер аударып, ағаш әктеп, екеулеп гүл егіп. Тәйір, қатынның жұмысын қабаттасып істегеніне несіне тасып отыр, деп ойлады іштей Қабдеш әріптесінің әңгімесін жақтырмай. Қатынынан шыға алмайды деген осы шығар, бірге істедік деп қояды ғой. Осындай қатын жанды еркек сымақтардың кесірінен ғой қоғамның бұзылып бара жатқаны. Еркек деген тек түзден тамақ тауып келетін қыран ғой. Үйдің шаруасын әйел бітірмесе несіне отыр үйде? Білесің бе, Қабдеш, әйел деген өте нәзік жаратылыс иесі. Денсаулығын сақта. Жеңгең деген денсаулығын өзі сақтай алмады ма, әлде біз сақтауға жағдай жасай алмадық па? Осы күні өте аурушаң. Сәл нәрсеге қан қысымы көтеріліп кетеді. Ондайда өліп қалама деп қорқамын. Қазақ орта жолда атың өлмесін, орта жаста қатының өлмесін деп бекер айтпаған. Орта жасқа келгенде жолдасыңды алмасын. Ол өте қиын. Басына түскен құрдастарымды көріп жүрмін ғой. Шай тамағыңды ғой, келін балаң алдыңа тосар. Бірақ қасыңда қарайып отыратын қара кемпірің болғанға ештеңе жетпейді. Қабдеш алдындағы қағазына шұқшиып, әріптес ағасының әңгімесін шала тыңдап отқанда түсте ауып қалыпты. Кеше кешкісін тамақ жемеген, таңғысын тағы түк татпап еді. Қарны ашып, ішіндегі жыланы жалаңдай бастапты. Әріптесі екеуі төмендегі асханаға түсіп, 2 самса мен 2 бокал шай ішіп шақырды. Қолы босай сала телефонға үңілетін әдеті, шиқылдап түсіп жатқан хабарламалардың ішінен әйелін іздеді. Әдетте мұндай кезде жұбайының кешкіге қандай тамақ жасайын деген сұрағы келіп тұратын. Бұл сүйген асын салып жіберетін. Бұл жолы тым-тырыс, ештеңе келмепті. Қырсығып қалған ғой деп бағалады мұны. Ренжіп қалған ғой, қайда барады? Әлі кешке дейін 1-2 сағат уақыт бар, жазады ғой деген сенім көңілін жайландырды. Сонда да әр хабарлама келген сайын Нәзігүл мекен деп қайта-қайта телефонға үңілді. Еркек адамға 2 самса не болсын, көгіл қош мантыны аңсады. Мұрнына бұрқырап әлде қайдан ыстық мантының иісі келді. Жалма-жан телефонын қолына алып, Нәзігүлге кешкіге манты пісірші деп жазды да, ойланып тұрып өшіріп тастады. Қу тамақ үшін жалынғандай болып не көрінді? Еркек емеспін бе? Ашуымды басу үшін өзі де бір дәмді тамақ пісіретін әдеті ғой, пісірмесінші, көріп алайын. Сонда да кешке дейін алаң көңілі әр хабарламадан Нәзігүлдің хатын іздеді. Мұндай әдеті жоқ еді. Тіпті қанша жерден таяқ жесе де әдетінен жаңылған емес еді Нәзігүл. Сонда да мұның жағдайын жасап айтқанын істейтін. Енді не болып қалды екен? Қол көтерген жоқ еді ғой, әлде сілкіп қалғанына тырысып қалды ма? Әлде айтқан сөздеріне өкпеледі ме екен? Қабдеш қанша жерден не болғанын білмекке үйіне асыққанымен
бір қырсықтық оның аяғын аттатпады. Кеш қарауытқанша кабинетінен шыға алмай, сан ойдың құшағында қалды. Ымыр түйірілгенде амалсыз үйге беттеді. Нәзігүл әдеттегідей ас үйде тымпыңдап жүр екен. Содан басқа қолынан не келеді? Болды Қабдештің алғашқы ойы. Қырсығып жүргені ғой маған, ақымақ қатын. Киімін ауыстырып дастархан басына жайғасқан. Нәзігүл үнсіз жүріп тамағын алып келді. Алдына келген кесені көріп ақ көңілі қайта түсіп кетті. Көңілі хош иісті мантыны аңсап келгенде мына сылдыр суы несі? Әкешім, қуана келіп мойнына асылған қызы бар ашуын ұмыттырып жіберді. Қуыршағым, қызым, кел тамақ жейміз. Көңіл күйі лезде көтерілген Қабдеш қалайы қасықты қолына алды. Мен жемеймін, қарным тоқ. Не жеп тойдың? Манты жедім. Манты? Түсте ана манты пісірді, қалғанын жаңа жедік. Қалайы қасықтың дауысы қатты шықты. Оған сорпаның шылп еткені қосылды. Бедірейе Нәзігүлге қарады. Бұл қалай? Деген сұрақты жанары Нәзігүлге қадалды. Алғашында үрке қараған Нәзігүлдің жанарынан бірте-бірте бұл солай деген тегеурінді жазуды оқығандай болды. Ызбар шаша жанарын айырмаған Қабдештің ішкі дүниесі енді әлсіреп бара жатты. Аузымен айтып жатпай-ақ жарының жанарынан менің құным 50 тиын болса, бұдан бұлай сенің құның 1 тиын деген сөзді оқығандай болды. Оқыды да тұла бойының дірілін баса алмай сыртқа беттеді. Өзінің аяқ асты әлсіздігіне күйінгендей есік аузында қос жұдырығын түйіп бір сәт тұрды. Ұрсам бекен, көз алдына балалар келді. Өзінің дәрменсіздігіне шыдамаған тамырлары бір ісініп бір кеуіп аулаға беттеді. Жұмылған жұдырығының ақсын гүлдеп тұрған алманың діңінен алды. Әлем азан-қазан болып кеткендей көз алдынан Нәзігүлдің ызалы жанары кетпей қойды. Мына жанар қашан пайда болған оған? Құдай-ау, сондай нәзік, сондай аялы жанар емес пе еді ол? Ол күлгенде бүкіл әлем құлпырып кетпейтін бе еді? Айтпақшы, соңғы рет қашан күліп еді Нәзігүл? Есіне түсіре алмады. Қашан қуанып еді? Қашан қуантып еді өзі? Құдай-ау, әр күні бұрық-сарық ашумен өтіп жатыр екен-ау. Бұларға да, болмасқа да тиісетін өзі ма сонда? Нәзігүлше, оған не болған? Қасына жатқаны болмаса, соңғы рет қашан бір-біріне аптыққандарын, ынтыққандарын да ұмытыпты. Тіпті бірге отырып әңгіме де айтпайды екен-ау. Қабдеш күйіне үйге қарай көз тастады. Ұрысып тұрғандары бір бұл емес қой. Бұдан бетер шойқын ұрыстар да болған. Соның бәрінде сыртқа кеткен Қабдештің ізінен келіп, түсінісуге тырысатын Нәзігүлдің бұл жолы үйден шықпай отырғаны тағы ойландырды. Қанша жерден таяқ жесе де, мұның бауырына келіп тығылып жылайтын Нәзігүл қайда? Өлсең, өме қап деп отырма. Неге? Соншалықты қадірінің қашқаны ма Қабдештің? Сонда еркек боп қадірімді арттырамын деп жүргенде құны 1 теңгелік біреу болып қалғаны ма? Нәзігүл қашаннан бері өзгерді? Мына үйдің тұрысын қарашы. Осының бәрін тап-тай ғып өзі сырлап, өзі майлап отыратын Нәзігүл қайда? Неге үйге қарамай қойған? Ердің ісі, әйелдің ісі демей-ақ бәрін жасаушы еді ғой. Үйді жөндемей жүргеніне де 2 жылдай болыпты. Сықырлаған есік, сырланбаған терезе, әктелмеген қабырға айғыз-айғыз боп кейпі кетіпті. Пештің маңдайы түсіп, жаны жарылып, қысымен түтеп шыққанда да осы Нәзігүл бір сылаған жоқ. Неге? Бұрын аппақ жұмыртқадай ғып қайта-қайта пеш әктей беретін әдеті қайда? Шөп басқан аула, шаң басқан үй. Малдың да, бақшаның да, үйдің де үдесінен шығып отыратын еді ғой баяғыда Нәзігүл. Енді кеп сылбыр, бол бір қатын болып қалғаны несі? Ешкіммен араласпай қойғаны анау. Ертең өлетін адамдай жанарының оты өшіп жүргені мынау. Бәрін алдына түсіп, мыңқ етпей істей беретін көнбіс қатынның мына бүлінгені, қайсасқаны? Әлде бір жерде әлсіздік қылды ма? Жоқ, әлсіздік көрсеткен тұсы жоқ. Қатесін қаттап айтып, кемшілігін көзіне шұқшитып артық сөйлесе аяғын аспаннан келтіріп отырды ғой үнемі. Сөзден қалған жері жоқ. Нәзігүлдің бір сөзіне мұның 10 сөзі қарсы шыққанда, Нәзекең сөз таппай үнсіз қалатыны қайда?
Содан кейін емес пе, бұл ашу шақырғанда тіл қатпайтыны. Қолына ақша беріп құтыртқан жері тағы жоқ. Ақша шашпақ түгілі, шөлден өліп кетсе де көшеге шыққанда рұқсатсыз қара су алып ішпейтінін жақсы біледі. Сонда қателікті қай жерден жіберді? Аузымен айта алмағанды қатынының жаңа ғана жанарымен жетер жеріне жеткізіп тастағанын неге балауға болады? Жоңышқаның үстіне жата кетті. Төңкерілген аспан тұп-тұнық, самсаған жұлдыздар осы саған не жетпейді дегендей қылмыңдайды. Балалар жататын бөлменің жарығы сөнді. Нәзігүлді енді келер деген үміті ұзаққа созылды. Бау ішіндегі маужыраған тыныштық ұйқы шақырды. Нәзігүл келмеді. Қадірімнің кеткені ма деген ой Қабдештің тұла бойын құлазытып жіберді. Сонда асылып өлсем де оған бәрібір болғаны ғой. Бәрібір ме? Неге келіп Қабдеш-ау, ашуыңды басшы, үйге жүр, жатып демал, ертең жұмыс қой деп айтпайды. Неге бұрынғыдай келіп, менен қате кеткен болса кешірші, мүмкін шынында да мен кінәлі шығармын демейді. Неге келіп бұрынғыдай, балалар ұйықтады, жүр шай ішейікші. Осы ұрысқанда бізге не пайда? Болмайтын нәрсеге ашуланып шығатын әдетің жаман осы сенің, деп зілсіз ашуланбайды. Ол келмейді дегендей жұлдыздар жыпырлап жырпыңдайды. Сонда бәрі біткені ме деген ой Қабдештің санасын сызып өтті. Өзін от басындағы бірінші орынға қоямын деп жүріп, өз ошағына өзі бөтен болып қалғандай күй кешті. Қарашы, бәрі тып-тыныш ұйықтап қалды. Бейне бұл үйде бұл Қабдеш өмір сүрмейтіндей, бұл үйге бұл Қабдеш ешкім еместей. Тіпті балалары да әке деп келмеді-ау, еркек болам деп жүргенде ешкім болмай қалғанын енді ұғынғандай. Шымырлап бара жатқан басын мұздай суға салғысы келіп, есік алдындағы судың құлағын бұрады. Істемейді. Иә, өткен қыста бұрағышы жарылып кеткен соң Қабдештің өзі бітеп тастаған. Асханаға беттеді. Үй салғанда кірген судың үй ішінен ақпай тұрғанына неше жыл. Жөндейтін Қабдеш бар ма? Бұзған өздеріңнен көріңдер деп оны да бітеп тастаған. Қолына кесе алып шелекке сұққан, даңғыр еткен дыбыстан басқа ештеңеге ие болмады. Бір жұтым су жоқ, құрығанда су әкеп қоймағаның үшін. Бұрқ еткен ашуды ащы мысқыл басып тастады. Су жоқ емес, бар. Отбасың жоқ емес, бар. Қадірің жоқ емес, бар. Бірақ соның бәрін өз қолыңмен құрдымға кетіріп отқан өзің ғой деген ащы бір мысқыл жүрегін осып-осып жіберді. Шәйнек түбіндегі ащы шөгіндіні аузына құйды. Өзегін тіпті өртеді. Шелек көтеріп көрші үйге кетіп бара жатқан өзінің бейшара кейпін елестетті. Балалары да осылай бар суды пайдалана алмай, бейшара болып көрші үйден тасып жүр екен-ау, Еркегі пысық болмаған үйдің керегесі қисық болады деген сөз қалай дәл айтылған. Қабдеш өз төсегіне өзі беттей алмай біраз отырды. Мына үйде оны бөтенсіп қалғандай берекесіз бажыраяды. Еркек болу деген отбасын алақанда ұстау емес, алақанда аялау екенін Қабдеш енді түсінгендей. Бірақ әйелінің бөтен жанарын қайта жылытуға тағы біраз жылдар кететінін әлі түсінген жоқ еді. Әңгіменің соңы. Каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз.